Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын, әрі үлпілдек, жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, суымызды құйып алып, үстіне ашытқымызды, қантымызды, сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды біртіндеп салып, қамыр илейміз. Ұнымызды біртіндеп салып, жақсылап қамыр болғанша илейміз. Иленген қамырымызды 1 сағатқа көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілген нанымызды ыдысымыздан босатып алып, бірнеше бөлікке бөліп, домалақ пішінге келтіреміз. Видеода көрсетілгенде қолымыздың көмегімен домалақ пішінге келтіріп аламыз. Домалақ пішінге келтіріп жайып алып, арасына вареный сгущенкамызды салып, видеодағыдай етіп булочкаларымызды орайтын боламыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, үстінен күнжіт себетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетейін. Осылай нанымызды домалақ пішінге келтіріп жақсылап жайып аламыз. Ішіне начинкасын салып, тура видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, үстіне күнжітті сеуіп шығатын боламыз. Булочкаларымыздың барлығын осылай орап болғаннан кейін 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің булочкаларымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан да мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жансая, назарларыңызға рахмет.